Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін бізде распаковка. Менің ең жақсы көретін глиналарым келді. Осы жолы мен мел особо заказ бермедім. Көп аса глиналар и глинамелдар. Так, бірінші глиналардан бастайық. Бізге ең ұнайтыны, өзіме ұнайтыны Туркестан белый. Туркестан белый. Дәмін өте жақсы білесіздер. Мен уже біраз айттым ол жайлы. Және де бізде Туркестан коричневый 2 килограмм. И бізде узбекская розовая тоже 2 килограмм. Білесіз бе, осы узбекская розовая мен постоянно заказ беремін да, эфирға особо түсірмеймін да, өзім жеп тауысам. И бізде дальше көпсілеріңіз менен сұрадыңыздар, комментарийға жазыңыздар, осы Ақтөбенің глинасын жеңізші деп. Bunu как-то мелға ұқсаймас странный, бірақтан да осы жолы осыны заказ беруге прям дәмі керемет деп әйтеуір комментарийда мақтағаннан кейін осыны заказ берем деп шештім. Қазір дәмін көрейік. Менде осындай и бір үлкен бір кіші глип. Бізде бұл қанша? Бізде бұл 1 килограмм. Дәмі мелға да келеді, глинаға да келеді. Кішкене соленость бар. Сливочный вкус тоже бар, жирность тоже бар. Мне кажется, бұған үйренісу керек. Басында мен уральский глина жегенде тоже үйренісе алмай біраз уақытқа дейін жүрдім. Адамдар қалай жейді деп, что-то странный деп. Кейіннен уже үйреніп кеткеннен кейін прям вкусный, прям сондай глина болды да. Так, келесі бізде Туркестан сливки. Барлығыңыз уже білесіздер бұны. Мен Туркестанды қалай жақсы көретінімді. Бонусқа білесіздер ма, розовая узбечка салып жеттім. Прям обожаю. Мен уже ашып, уже жедім ғой. Мен де тауысып қалған, сағынып кеттім прям. Астана розовая слава зеленая, тоже комментарийде көп жазды. Астананың глиналарын, мелдарын жеңізші деп. И вот мен заказ бердім. Қандай прям күшті тазылаған. Шынымен розовый оттенок бар екен. На жерде камера просто дұрыс передать етпейді. На самом деле розовый оттенок бар. Қараңыздаршы, прям керемет жарқырап тұр. Күшті тазаланған. Жирный, соленость бар, и сливочный вкус та бар. Ну, әдемі екен. Паста қылсаң вообще күшті болады сияқты. Цветі мелға ұқсайды. Подарок селяночка. Селяночка бізде мел. Мен бұлмен, по-моему, эфир түсірдім. Келесі бізде Астана идеал. Мен бұны бірінші рет көрмекшімін. Астана розовый мен дәмін көрген. Бұрын бір рет по-моему, напробовал көрген. Именно Астана идеал дәмі керек. Қандай керемет тазаланғанда. Қараңыздаршы прямо. Астананың глиналары как-то аппақ и борға ұқсайтын сияқты ма, странный. Но дәмі жағынан глинаға келеді, действительно. Жирный, сливочный, то же самое. Реально идеальный сочетание, идеальный там вкус. Келесі бізде мынандай глинамелдар. Глинамелдардан шайбасын, сердечкасын, и потом өзім 2-3 рет интернеттен көріп істеген жайым бар. Маған шын айтсам шайбасы, сердечкасы ұнаған жоқ. Кейбір оқырмандар жазды, что сіз не то түрін таңдағансыз, оның тәтті түрлерде, күшті түрлері де бар деп. Может быть, мен білмеймін. Сондықтан мен осы жыл барлық түрінен на пробу 3 штуктан алдым.
бізде, например, мынау сникерс 3 штук, яғни бағасын айта кетсем, бағасы там брусогы, мынаның 1 штугы 70 теңгеден. На пробу алдым. Сникерс, например, мынаның құрамында фиолетовая и уральская и мел қосындысы бар. Дәмі жағынан кейін мен сіздерге бірге жейтін боламын. Так, келесі бізде 14 түрі келді деді. Мен оның барлық түрінен, негізі 15 түрі деген, бірақ бір түрін уже біреу алып кетті деді. И потом қалған түрінен барлығынан на пробу 3 штуктан алам дедім. Просто одан көп алайын десем, тағы да маған ұнамай қалса, ол желінбей қалып кететін жайы бар да, поэтому мен кішкене ограничение ұстап, аздан ала берейін деп шештім. Егер ұнап жатса, тағы да заказ бере салам. Так, екінші бізде фисташковый хрустик. И әрқайсының өзінің нумерациясы бар. Например, на сникерс 14 номер болса, на фисташковый 19 номер. Бұл жерде фисташка и уральский и мел. Әлі қанша мел глиналардың түрі бар да, дәмі көрмеген. И кокосовая стружка, кокосовая стружка. Номер 8 глина мел, то есть уральская мел и Астана бар ішінде. И дальше Восточный принц номер 36, узбекская розовая соленая, вау. И узбекская зеленая, ух ты, даже зеленый бар екен. Мен білем, узбекская розовая и узбекская голубой бар екен білем. И Туркестан, и уральская мел. Даже уральская мел бар екен, прикиньте. Мен даже білмеймін оны. Мен уральская желтая и потом голубойды білем болды. И голубой особо ұнағанда жоқ. Смаковница. Шынды айтсам, серый цвет па, сондай номер 51, кімге қажет солай. Чередейка, бәсе, но түрі серый, чередейка бізде қара түрді болып келеді ғой. И уральская, и Астана, и плюс мел. Барлығында мел бар екен. Так, дальше бізде созвездие. Идеальный, тоже серый сияқты цвет екен. Кембрийский, чередейка и уральская бәсе. Серый цвет, значит, чередейка бізде қара цвет болғаннан кейін. Мел бар, уральская чередейка бар, уже цвет меняться етеді. Дальше. Кембрийский хрустик. Он номер 13. Бізде кембрийский бар. Кембрийский ма қандай екен, да, интересно. Уральская бар и плюс мел бар. Мелдің атын жазбаған, барлығында просто мел добавка болған. Дальше бізде каркаде. Каркаде нау көрініп тұрғандай, розоватый, что ли, сондай. Я, ішінде розовый житсай бар екен. Житсай розовый, вау, көру керек екен. Астана и плюс мел бар екен. Так, дальше. Фламинго. Фламинго тоже там розоватый ма, желтый ма, сондай сияқты екен. Розовый житсайдан істелген. Фламинго розовый житсайдан істелген. Күшті екен, аты да әдемі екен, прям. Дальше. Кудрявый Джимми. Кудрявый Джимми, номер 35. И ішінде чередейка уральская плюс мел бар екен. Чередейка көп нәрсесіне қосылған, тоже цвет серый сияқты екен. Дальше. Волшебный дейді, номер 20. Так, түсі серый сияқты екен. Узбекская зеленая дейді, соленый дейді, көру керек екен. Чередейка и уральская дейді. Чередейка обязательно серый болады екен. Так, Мишка на севере. Ух ты, қандай название. Номер 11. Түсі желтый ма, сондай желтый екен. Туркестан, уральская мел. Бәсе, түсі желтый. Так, чернушка. Чернушка номер 50. Так, чередейка қосылған, бірақ почему-то на желтоватый, что ли, кішкене более белый ма, сондай. Чередейка, Астана и Коомин мел дейді. Ух ты, Коомин мел. Не деген названияларда даже мен әлі білмеймін ешқайсысын. Мынау енді розовая пудра. Енді прям розовый цвет бұл. Номер 22. Розовая пудра. Розовая пудра это мел или глина. Тоже интересный екен. Уральская плюс мел. Болды. Осымен менің распаковкам аяқталды. Құдай қаласа, енді каждый эфир сайын жейтін боламыз. Ал алдыңғы конкурс жайлы ұмытпаңыздар. Менде 1 килограммнан 3 жеңімпаз анықталатын. Оның осы алдыңғы видеомда астында комментарийлер қалдырып өтсеңіздер болады. Сау болыңыздар.